Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай таңғы асқа дайындайтын өте дәмді күріш ботқасын ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Бұндай ботқаны жеп көрсеңіздер, бірден бала күндеріңіз естеріңізге түседі. Дәмі сондай керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер және мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен күрішті жылы суға 2-3 қайтара жуып аламыз. Менде мұнда уже жуылған дайын күріш. Одан кейін осы жуылған күріштің үстіне 1,5 кесе салқын су құямыз. Енді осы күрішімізді газға қоямыз да астын қаттыға қойып бір қайнатып аламыз. Күрішіміз қайнағаннан кейін осылай бір араластырып аламыз да астын жай отқа қойып ақырындатамыз. Осылай жай отта күрішіміз піскенше қайнатамыз. Су тартылғанда күрішімізді көреміз. Егерде қаттылау болып піспесе, онда тағы да жарты кеседей су құйып, тағы да қайнатып пісіреміз. Күріштің суы тура осылай тартылу керек. Су тартылып, күрішіміз піскеннен кейін үстіне сүт құямыз. Егерде ботқаларыңыз сұйықтау болғанын қаласаңыздар, сүтін сәл көбірек қоссаңыздар болады. Сүтті құйғаннан кейін жай отта осылай араластырып тұрып 5 минуттай пісіреміз. Осылай араластырып тұрмасаңыздар, ботқаның астыңғы жағы күйіп кетуі мүмкін. Ендігі кезекте жарты шай қасық тұз қосамыз және де 1,5 шай қасық қант қосамыз да жақсылап араластырамыз. Қант пен тұзды өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Егерде балаларға жасасаңыздар, қантын сәл көбірек қосуға да болады. Міне біздің дәмді ботқамыз дайын болды. Енді тәленкеге саламыз да бетіне осылай сары май қоямыз. Сары майымыз сәл ергеннен кейін осылай ботқаны жақсылап араластырып жей беруге болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егерде тура осындай дәмді күріш ботқасын жасап үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.